Ана, анашым, анатай, қандай керемет есім. Бұл сөзді айтқан кезде, естіген кезде шымырламайтын жүрек жоқ шығар. Ана, сен үшін бүкіл өмірін арнаған, 9 ай көтерген, тас құрсағын кеңіткен, тас кеудесін жібіткен, 2 жыл емізген, омырауындағы сүтін берген ең ардақты адам. Құрметті бауырым, анаңды құрметтеші, өйткені ол сен үшін бүкіл өмірін құрбан қылды. Құрметті бауырым, анаңды құрметтеші, ол сені уайымдайды. Анаңды құрметтеші, ол сені жақсы көреді. Анаңды құрметтеші, тіпті ол кісі ауылда болса да, сен оның жүрегінің түбіндесің. Анаңды құрметтеші, өйткені ол сен үшін бүкіл жастық шағын, кәрілікке, денсаулығын, қиындыққа айырбастаған ең абзал адам. Бауырым, неге сенің жолың болмайды? Неге сенің жолың жабық? Неге сенің ісің алға баспайды? Өйткені сен үйіңдегі сенің тілекшің болған, сенің қамқоршың болған ең абзал жанды ренжіттің, оған қарсы келдің дейді. Ата-анасының екеуісі немесе біреусі қасында болып, олардың ризалығын алмаған бала қандай бақытсыз бала. Өйткені ана сенің жәннатқа кіретін тікелей есігің. Жәннат ананың табанының астында. Алланың разылығы сенің анаңның разылығында. Сен бастығыңды сыйлайсың, ақшасы барды құрметтейсің, жақсы жайсаңға дастархан жаясың. Ал сен өміріңде анаңды сүйіп көрдің ба? Анаңды құшақтадың ба? Анаңды арнайы дастарханға шақырдың ба? Анаңа құрметпен ілтипат жасадың ба? Бауырым, сен қателесіп жүрсің. Өйткені сенің қасында ең жанашыр, ең абзал жанға сен лайықты түрде көңіл бөлмей жүрсің. Егер сенің анаң қасында болса, аман есен болса, ол кісімен бірге тұрған болсаң, онда сен соған лайықты түрде қызмет көрсет, оның разылығын ал, оған қамқор бол, оның айтқанын орында, бұйырғанын екеткізбе. Өйткені сол арқылы сенің көсегең көгереді, сол арқылы сен өркендейсің, сол арқылы өсесің. Бауырым, сен лайықты түрде анаңды құрметтеп жүрсің ба? Жоқ, бауырым. Бүгінгі таңда біз аналарымызды ұмытып кеткендей болып жүрміз. Өйткені аласапыран заманда өзімізді жақсы көретін ең абзал жанды есімізден шығарып қоямыз. Анаңа жақсылық жаса, анаңды құрметте, анаңды ардақта. Өйткені әлемдегі сен үшін жүрегімен езіліп, саған батасын беретін ол сенің анаң. Анаң тілесе, тілегі бірден қабыл болады. 3 адамның тілегі кері қайтпайды дейді біздің сүйікті пайғамбарымыз. Соның біріншісі анасының, әкесінің ұрпағына жасаған дұғасы екен. Аналарымызды лайықты деңгейде құрметтейікші, бауырларым. Өйткені тірісінде қадірін білмегеннен кейін, ертең өлгеннен кейін жылап сықтап не керек? Тірісінде сыйламағаннан кейін, өмірді озғаннан кейін бармағымыз шайнап не керек? Аналарымыз өмірде, өмір бойы біздің қасымызда болмайды. Күндердің күні болған кезде оларда келмесіне кемесіне мініп аттанады. Алайда бүгін сенің қасында анатайың бар, ана жаның бар, анашың бар. Сондықтан құшақта бал. Қанша қасында қамқорлық жасасақ та, біз ешқашан анамыздың қақысынан құтыла алмаймыз. Тіпті біз анамызды Меккеге арқалап барсақ та, бір емес 100 рет біз анамыздың кеше біз толғатқан кезде бір рет ыңырсығаннан да құтыла алмайды екенбіз. Біз анамыз үшін мәңгілік қарыздармыз. Ана, ол сенің жүрегіңнің түбіндегі жемісің. Ана, ол сенің қамқоршың. Және осы қамқоршыңды ешқашан ренжітпе, оған қарсы келме. Өйткені ол сенің алғашқы ұстазың, ол сенің алғашқы тәлімгерің, ол сенің алғашқы тілекшің. Сондықтан аналарымызды лайықты түрде құрметтейік.